Кайырлы күн кыздар, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн ауыз ашарга тез дайындалатын үйдө бар заттардан пирог дайындайбыз. Эң алдымен бизге бөлме температурасындагы сары май кажет болот. Үстүнөн кант себебиз. Жакшылап аралаштырабыз. Массамыз агарган соң үстүнөн 2 жумуртка косабыз. Енді сұйық май құямыз. Жылы сүт құямыз, бір келкі болғанша араластырамыз. Ситодан өткізілген ұн, қопсытқыш, қалауыңыз бойынша имбир және корица дәмдеуштерін қоссаңыз болады. Енді жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Формамызға пергамент төсеп, үстінен пирогымызды саламыз. Жақсылап тегістеп болған соң, үстінен кез келген қатырылған жидек қоссаңыз болады. Менде алхоры слива мен өрік қостым. Енді 180 градуста 40 минут шамасында пісті. Пирогтың рецепті ұнады деген сенімдемін. Тез арада дайындалатын пирог. Рецепт ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.